Бүгін облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты ағымдағы жылдың 9 айда атқарған жұмысын қорытындылады. Жиында құқық қорғау қызметкерлері биыл қылмыстық істер өткен жылға қарағанда біршама азайғандығын мәлімдеді. Толығырақ алдағы материалда. Жыл басынан бері облыста 1456 қылмыстың беті ашылған, оның 60-ы аса ауыр қылмысқа жатады. Бұған қарамастан судьялар өткен жылдарға қарағанда биыл өңірде қылмыс қаупі сейілген дейді. В основном судами Жамбылской области Биылғы түскен қылмыстардың басым бөлігі адам өлімі, зорлық-зомбылық, тонау және нашақорлық саудасына қатысты болып отыр. Айта кету керек, ағымдағы жылы терроризмге қатысты қылмыстық іс көп қозғалды. Бүгінде жасалған қылмыстық әрекеттердің басым бөлігі сотқа жетпей бітімгершілік жолмен шешілуде. Мамандардың айтуынша бұл жүйе аз ғана уақытта облыста өз тиімділігін көрсеткен. Медиациялық шешім заң бұзушылықтың азаюына, әрі қылмыскер деп танылған азаматтың екінші рет ондай жағдайға бармауына мүмкіндік беріп отыр. 186 іс облыс көлемінде азаматтық істер бойынша медиаторлардың қатысуымен аяқталып, іс өндірістермен қысқартылған. Бұл көрсеткіш облыстық сотта 11 істі құрайды. Облыстағы қылмыстың азаюына құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған түрлі шаралар да негіз болған. Мәселен, заң қызметкерлері жоспарға сәйкес бүгін студенттерге ашық есік күнін өткізді. Бұл күні студенттер мұндағы жұмыс барысымен танысып қана қоймай, сот процестерінің қалай жүргізілетінін көрді. Мархалат Көпбосынова, Асқар Әділ, жаңалықтар қызметі.